үзіліп кетті. Мінекей жаңа бірінші қабат, бір қабатты үйді тамашаладық. Енді екінші қабатты үйдің ішіне кіретін боламыз. Мінекей екінші қабаттың, екі қабатты үйдің ішіне кіретін болсақ, осындай кірген кезде мінекей жуынатын бөлме, мына жерде жатын бөлмелер, мына өте үлкен стиралка, мінекей санторап, жағында санузел. Үйіміздің ішіне кіретін болсақ, мына жерде мінекей гладильная, мына жерде толық шкафтармен жабдықталған. Бұл гардеробная, мінекей полностью шкафтармен жабдықталған. Кеттік әрі. Мынау малый зал. Мінекей. Мына жерде күнделікті отбасылық ас бөлме толық жиһаздармен жабдықталған. Және мына жерде шағын ғана қазақша бөлме бар екен. Ал кеттік екінші этажға. Мінекей екінші этаждан қазір барлық жатын бөлмелерді көрсететін боламыз. Мінекей екінші этажда да осындай жап-жарық терезелер панорамный. Мына жерде мына екінші этажда осындай шағын ғана кабинет жасап қойған. Кабинет и мынандай коридордан жан-жақты 4 бірдей жатын бөлме кеткен. Мына жерде бір жатын бөлме, мынау бір жатын бөлме, осы балдарға арналған бөлмелердің бәрі шағын. Мына жерде как тоже бір холл сияқты толық жиһаздармен жабдықталған гардеробный шкаф орнатылған. И және мына жерде екі бірдей жатын бөлмесі бар екен. Бұл жерде демнеке. Ол балдарға, қыз балдарға арналған. Мынау қыз балдардың бөлмесі. Осындай тамаша үй Ленгір қаласында шұғыл түрде сатылымға шығып тұрынап жатқан жандарға толық мәлімет астындағы номерлермен хабарласып аласыздар.